Білімді жаңаша ұстаз мектептің жаны, һәм жүрегі. Мен номер 8-ші жалпы орта білім беретін мектебінің дене шынықтыру пән мұғалімі Әбиталиева Гүлайна Ануарбекқызы. ғасыр жаңа технологиялар заманы. Ендеше біз бастаймыз. Жеңіске талпындырар бәрі бүгін, мектепке еңбек етер бір қызымын. Қарапайым әкенің мен қызымын, құмына аунап өскен ауылымның. Жеткізіп тәрбиенің өсетін, жалғадым білім деген қасиетін. Батыр мен ақында болмасам да, ұстазбын барлық ғалым басиетін. Ұстаз болу оңайыз демесек те, шәкірт бақыт қай жақа өрлесек те, балаларға спортты дәріптеймін, денсаулықты сақтау үшін келешекте. Қағаз жазып жүретін түніменен, күлімдейтін жүзіңе күніменен, мына менің ұжымым кезіктірген ең керемет ұжымның бірі дерем. Мамандықтар арасында жан-жақты біліктілікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкірт жаңдылықты, жаңашылдықты, ізденімпаздылықты қажет ететін жұмыс ол ұстаздық қызмет болып табылады. Осы қызметті зор мәртебемен, абыроймен атқаруға үлесімді қосу мақсатында еңбек жолымды номер 8-ші жалпы орта білім беретін мектебімен байланыстырдым. Оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыра отырып, салауатты өмір салтына баулимын. 21 ғасыр мұғалімі жан-жақты болу керек. Өмір бір орында тұрмайды, үнемі жылжып отырады. Осыған орай жаңа заманның жаңа адамын тәрбиелеп оқыту үшін үнемі ізденіп біліктілігін арттырып отыру керек. Мен спортпен айналысқанды жақсы көремін. Сол себепті жұмысым өзіме ұнайды. Өзіңнің жақсы көретін ісіңмен айналысқан ешқашан шаршамайсың. Шәкірттеріме де соны үйретемін. Қазіргі таңда жеткен жетістіктерім де жетерлік.